Qadrli atalar men apalar, hurmetli otandastар. Бүгін мен сізге бір шындықты айтамын. Бұл шындықты көпшілік білмейді, ал білмегендіктен миллиондаған теңгені жоғалтып алады. Осы бейнені соңына дейін көріңіз, себебі мен сізге нақты қадамдарды айтамын. Қайтыс болған жақын адамыңыздың зейнетақы жинақтарын заңды түрде толығымен алу үшін не істеу керек? Бұл ақша жанып кетпейді. Бұл ақша сіздің отбасыңыздікі. Бірақ БЖЗ сізді іздеп өз еркімен бермейді, сондықтан сіз білуіңіз керек. Дәл қазір осы бейнеде. Менің атым Бекзатұлы Арман. Мен Қазақстан зейнеткерлерінің құқықтарын қорғайтын адвокатпын. 20 жылдан астам уақыт бойы мен қарапайым адамдардың сіздердің мүдделеріңізді бюрократия алдында қорғап келемін. Және бүгін мен сізге бір өте маңызды жаңалық айтам. Егер сіздің жақын адамыңыз, әкеңіз, анаңыз, жұбайыңыз зейнетке шыққанға дейін, немесе зейнетке шыққаннан кейін қайтыс болса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы барлық жинақтары жанып кетпейді. Бұл ақша мұрагерлерге, яғни сізге өтеді, толықтай. Заң солай дейді. Бірақ мемлекет сіз өзіңіз келіп өтініш берген жағдайда ғана береді. Және міне осы жерде трагедия басталады. Қайғыға батқан отбасылар бұл туралы ұмытып кетеді. Немесе қайда бару керегін білмейді, немесе бюрократиядан қорқып ақшаны мүлдем алмай кетеді. Ал ол ақша жүйеде өлі жүкпен жатып қалады. Жылдар бойы, кейде мәңгі. Бүгін мен сізге осының алдын алуды үйретемін. Ойланыңызшы, сіздің анаңыз немесе әкеңіз 40 жыл бойы жұмыс істеді. Таңертең ерте тұрды, кешке кеш жатты, шахтада, зауытта, мектепте, ауруханада, қолдарында қозадақтар, денелерінде ауру, жүректерінде балаларына деген сүйіспеншілік. Олар еш шағымданбады, олар жарналарын аударды. Ай сайын, жыл сайын, бүкіл өмірлері бойы. Олар зейнетке шықты, немесе зейнетке шыға алмай кетті. Және енді сіз қайғыда отырсыз, жасыңыздан ағып жатыр, жерлеуге шығын шықты. Ал БЖЗ-да ол адамның жинаған ақшасы бар. Мүмкін 5 миллион теңге, мүмкін 10 миллион, мүмкін одан да көп. Және ол ақша сізге тиесілі. Бірақ сіз білмейсіз, қайда бару керек, қандай құжаттар керек, қанша уақыт күту керек. Мен осы сұрақтарға жауап беремін дәл қазір. Бірақ алдымен пікірлерге жазыңыздар. Сіздің жақын адамыңыз қанша жыл жұмыс істеді, қандай мамандықта еңбек етті, зейнетақысы қанша болды. Сіздің жазғандарыңыз басқаларға да көмек береді. Себебі бұл жерде жалғыз емессіз. Қадірлі отандастар, егер бұл арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылыңыз. Төменде қызыл жазылу түймесі, бір рет басыңыз. Бұл сізге тегін, бірақ бұл сіз үшін. Себебі заңдарды білмеу ақша жоғалтуға тікелей әкеледі. Біздің арна сіздің заңи қалқаныңыз. Мен осы арнада ай сайын жаңа заңдарды, жаңа схемаларды, жаңа нұсқауларды түсіндіремін. Қарапайым, түсінікті тілде, зейнеткерлердің тілінде, сіздің тіліңізде жазылыңыз және отбасыңыздың капиталын бюрократиядан қорғауды үйреніңіз. Сонымен бірге қоңырау белгішесін басыңыз, барлық жаңа бейнелер туралы хабарландыру алыңыз. Бірде бір маңызды ақпаратты жіберіп алмаңыз. Енді тарихқа бір қысқаша саяхат жасайық. Себебі бұл мәселені түсіну үшін қайдан келгенімізді білу керек. Кеңес одағында зейнетақы жүйесі мүлдем басқаша жұмыс істеді. Ол кезде жеке жинақтаушы шот деген ұғым болмады. Зейнетақы мемлекет бюджетінен төленді. Кәсіпорын жабылса, мемлекет банкрот болса, немесе адам зейнетке шыққанға дейін қайтыс болса, ол адамның жинағы деген ұғым жоқ болатын. Ақша жанып кетті. Яғни мұрагерлерге ештеңе өтпеді. Бұл кеңес жүйесінің шындығы. 90-шы жылдары Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін зейнетақы реформасы басталды. 1999 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры БЖЗ құрылды. Жүйе мүлдем өзгерді. Енді әр адамның жеке шоты бар, ол шотқа жарналар аударылады, және ол ақша сол адамның меншігі. Бұл үлкен өзгеріс, революциялық өзгеріс. Себебі енді ол ақша мұраға қалады. Бірақ 2026 жылда жаңа мәселе туды. Бұл технологиялар мен бюрократия. Бүгін қайырда БЖЗ-ға қатысты барлық процедуралар цифрланған, өтінішті электронды түрде беруге болады. Бірақ қарт адамдар үшін бұл тосқауыл, смартфон жоқ, интернет жоқ, электрондық цифрлық қолтаңба жоқ. Және мұрагерлерде кейде жасы үлкен адамдар бұл жүйеде жоғалып кетеді. Олар нотариусқа барады, нотариус оларды БЖЗ-ға жібереді, БЖЗ оларды ИГОВ-ға жібереді, ИГОВ оларды ЦОН-ға жібереді. Бір шеңберде айнала береді, ал ақша жатып жатыр, жылдар бойы.
Дәл осы үшін мен бүгін мұнда отырмын, дәл осы үшін бұл бейне жасалды. Заңды білу сіздің қаруыңыз, ал мен сізге сол қаруды беремін. Ендеше заңға жүгінейік, нақты, түсінікті, қарапайым тілде. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, атап айтқанда зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес қайтыс болған адамның бейжазықтағы барлық жинақтары мұраға өтеді. Бұл заңда нақты жазылған. Мұрагерлердің сол ақшаның барлығын алуға толық құқығы бар. Ешкім сізден бір тиын ұстап қала алмайды. Бюрократиялық кешіктіру болуы мүмкін, бірақ ақшаны бермеу заңсыз. Мұрагер дегеніміз кім? Бірінші кезекте заңды мұрагерлер. Жұбай немесе жұбайша балалар, ата-аналар, егер қайтыс болған адам өсиет жасаса, өсиетте көрсетілген адамдар, егер өсиет болмаса, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібінде мұрагерлер анықталады. Бірінші кезек жұбай, балалар, ата-аналар. Екінші кезек аға-інілер, апа-сіңлілер, атасы, әжесі және таңбалы. Енді жерлеуге арналған бір жолғы төлем туралы, бұл туралы аз адам біледі. Ал бұл өте маңызды ақша. Мемлекет қайтыс болған зейнетақы алушының жерлеуіне 35 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем жүргізуге міндетті. 2026 жылы бір айлық есептік көрсеткіш 4325 теңге. 35-ін осы санға көбейтсек 150-1375 теңге аламыз. 150-1375 теңге жерлеуге арналған мемлекеттік бір жолғы төлем. Бұл ешкімнің сыйлығы емес, бұл сіздің заңды құқығыңыз, және бұл ақшаны алу үшін жүгіну керек мемлекеттік корпорацияға, яғни ЦОНға, немесе e-gov.kz порталы арқылы электрондық өтініш беруге болады. Маңызды, бұл жерлеуге арналған төлем бейжазадағы жинақтардан бөлек. Яғни сіз бір мезгілде екі нәрсені аласыз. Зейнетақы ақшасын және жерлеуге арналған мемлекеттік төлемді. Екеуінде. Бірін алсаңыз, екіншісін жоғалтпайсыз. Сонымен бірге, егер қайтыс болған адам зейнетке шыға алмаған болса, яғни зейнет жасына жетпей дүниеден өтсе, бейжазадағы барлық жинақ, соның ішінде міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары және инвестициялық табыс бәрі де мұрагерлерге өтеді. Еш нәрсе жоғалмайды. Бірақ есіңізде болсын, сіз өзіңіз іске кіріспесеңіз, ешкім сізді іздемейді. Ал енді ең маңызды бөлім. Адвокат ретінде мен сізге нақты 5 қадамдық нұсқаулама беремін. Осы 5 қадамды орындаңыз және ақшаны алыңыз. Бірінші қадам қайтыс болу туралы куәлік алу. Бұл барлығының негізі. Жақын адамыңыз қайтыс болғаннан кейін алғашқы 3 жұмыс күні ішінде РАКС органына азаматтық хал актілерін тіркеу орган барып, қайтыс болу туралы куәлік алуыңыз керек. Бұл куәліксіз ешқандай келесі қадамды жасай алмайсыз. Сізге қажет құжаттар, жеке куәлігіңіз, қайтыс болған адамның жеке куәлігі болса, өлім туралы анықтама, аурухана немесе жедел жәрдем беретін РАКС органы қайтыс болу туралы куәлікті тегін береді. 2 данасын алыңыз, нотариусқа да, бежішқа да қажет болады. Екінші қадам нотариусқа жүгіну. Мұрагерлік іс ашу үшін нотариусқа барыңыз. Нотариус сізге мұрагерлік құқығы туралы куәлік береді, бірақ 6 ай күту керек. Неге 6 ай? Себебі заңда сол ай белгіленген. Барлық мұрагерлер өздерін мәлімдеу үшін 6 ай мерзімі бар. Егер сіз жалғыз мұрагер болсаңыз да 6 айды күтуіңіз керек. Нотариусқа барарда алып баратын құжаттар, жеке куәлік, қайтыс болу туралы куәлік, туыстық байланысты дәлелдейтін құжаттар, туу туралы куәлік, некеге тұру туралы куәлік. Егер өсиет бар болса, өсиет. Нотариустың мекенжайы маңызды. Нотариусқа қайтыс болған адамның соңғы тіркелген мекенжайы бойынша жүгіну керек. Үшінші қадам бейжешкеға сұрау салу. Нотариусқа бардыңыз, ис аштыңыз, ендеше бейжешкеға сұрау салыңыз. Осы адамның шотында ақша бар ма? Бұл үшін e-gov.kz порталы арқылы немесе тікелей бейжеш кеңсесіне барып сұрауға болады. Неге бұл қажет? Себебі мұрагерлік іс барысында нотариус мүліктің толық тізімін жасау керек. Бейжешкедағы жинақ бұл да мүлік. Сондықтан нотариусқа оның мөлшері туралы ресми анықтама қажет болады. Бейжешкенің мекенжайы. Сұлтан қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, үй нөмірі 25Б. Сонымен қатар облыстық кеңселер бар. Немесе телефон арқылы байланысуға болады. 877 00 16. Төртінші қадам бжзқ өтініш беру. 6 ай өткен соң нотариустан мұрагерлік құқығы туралы куәлік алдыңыз. Енді бжзқ бірігіп ресми өтініш береді. Өтінішпен бірге алып баратын құжаттар, жеке куәлік, қайтыс болу туралы куәлік,
Muragerlik құқығы туралы куәлік, банктік шот деректемелері, ақша аударылатын шотыңыздың нөмірі. Өтінішті 2 данада жазыңыз. Бірін бейжазыға беріңіз, екіншісіне бейжазы қызметкерінің мөрін және қабылдаған күнін қойдырыңыз. Бұл сіздің дәлеліңіз, егер кешіктіру болса. 5-ші қадам 10 жұмыс күнін күту. Заң бойынша бейжазек мұрагерлерге төлемді құжаттар қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті. 10 жұмыс күні бұл 2 аптадан аз. Егер 10 жұмыс күні өтіп кетсе, ал ақша келмесе, бұл заң бұзу. Бұл жағдайда алдымен бейжазетнің өзіне шағым жазыңыз. Нәтиже болмаса, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, одан да нәтиже болмаса сотқа. Және сот сізге ақша ғана емес, кешіктіргені үшін өсімпұл да өндіртеді. Ал жерлеуге арналған бір жолғы төлем туралы ол жеке өтініш арқылы беріледі. Сонға немесе говқа барыңыз, жерлеуге арналған жәрдемақы өтінішін толтырыңыз. Сізге қажет жеке куәлік, қайтыс болу туралы куәлік, туыстық байланысты дәлелдейтін құжат. Ақша 10 жұмыс күні ішінде аударылады. 150-1375 теңге бұл аз емес. Бұл жерлеу шығынның бір бөлігін жабады. Маңызды ескерту, егер бейжазақта жинақ болмаса, немесе мардымсыз болса, жерлеуге арналған мемлекеттік жәрдемақыны бәрібір алуға болады. Бұл 2 түрлі механизм, біреуі жинақтан, екіншісі мемлекет бюджетінен. Сондықтан ешқашан жинақ жоқ, жәрдемақы да жоқ деп ойламаңыз, сұраңыз, талап етіңіз. Бұл сіздің заңды құқығыңыз. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар. Бүгін мен сізге бір өте маңызды ақиқат айттым. Ақша жанып кетпейді. Ақша сіздікі, бірақ ол ақшаны алу үшін білу керек, іске кіріс керек. Жоғалтпаңыз. 5 қадамды есіңізге сақтаңыз. Қайтыс болу туралы куәлік алу, нотариусқа жүгіну, бізіға сұрау салу, бізіға өтініш беру, 10 жұмыс күнін күту. Сонымен қатар жерлеуге арналған 150-1375 теңгені де ұмытпаңыз. Ал енді мен сізден сұрағым келеді. Бұл бейненің ең маңызды сұрағы. Сіздің отбасыңызда қайтыс болған туысыңыздың БЖЗ-қақтан ақша алу кезінде қиындықтарға тап болған жағдай болды ма? Бюрократия кедергі жасады ма? Ақшаны алу ұзаққа созылды ма? Немесе мүлдем ала алмадыңыз? Өз тарихыңызды пікірлерге жазыңыз. Сіздің тарихыңыз басқа біреуге жол ашуы мүмкін. Себебі осы бейнені көріп отырған адамдардың ішінде дәл қазір осы жағдайда отырғандар бар. Олар сіздің тарихыңызды оқып батылданады, өздерінің де алуға құқығы бар екенін түсінеді. Және соңғы сөз, бұл бейнені бөлісіңіз. Туыстарыңызға, көрші қолаңдарыңызға, танысыңыздың ата-анасына жіберіңіз. Себебі Қазақстанда осы ақпаратты керек ететін миллиондаған отбасы бар. Бірге болайық, бірге білейік, бірге қорғайық. Мен Бекзатұлы Арман, сіздің адвокатыңыз, сіздің жағыңызда әрдайым. Келесі бейнемізде кездескенше сау болыңыздар, қадірлі отандастар.